Сәлем қыздар, бүгін сіздерге сұлы ботқасының дұрыс дайындалу жолын көрсетемін. Артық салмақтан арылып жүрген қыздар болса, онда таңғы асқа міндетті түрде дәл осы сұлы ботқасын дайындап көріңіздер. Сұлы ботқасы жалпы сізге 3-4 сағатқа тойымдылық береді, яғни сізге 3-4 сағатқа энергия береді. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецептер таба аласыздар. Сұлы ботқасын дайындау үшін сұлы жармасының 30 грамын құрғақ күйінде алып алу керек. Сұлы жармасы құрғақ күйінде 30 грамм болу керек, яғни бұл бір адамға арналған порция. Егер де отбасыңызда 4-5 адам болса, онда осы 30 граммды көбейтесіз адам басына қарай. Сұлы жармасын 30 грамм етіп бөліп алдық. Енді қазанға суымызды құямыз. Қазанға 2-3 кесе су құямыз. Сұлы жармасын жуып аламыз және судың үстіне сұлы жармасын саламыз. Орташа отта шамамен 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Жалпы сұлы жармасын таңдағанда дұрысын таңдай білу керек. Яғни сұлы жармасын таңдағанда біз тез пісетін түрін емес, 20-25 минутта немесе 30 минутта пісетін түрлерін таңдау керек. Алғашқы 5 минутта, яғни орташа отта сұлы жармасы бізде осылай асты қызып қайнауға дайындалады. Дәл осылай бізде сұлы жармасы қайнау керек. 20-25 минут қайнаған сайын бізде ботқамыз, яғни қоюланып, суы тартылып, дәл осындай күйге келеді. Су жақсы тартылған соң, яғни қою болған сайын біздің сұлы ботқамыз дәмдірек болады. Артық салмақтан арылу барысында жүрсеңіз, онда сүтті 2,5% түрін алуға тырысыңыз. Ботқаның үстіне сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Сұлы ботқасы жалпы бізде ыстық күйінде сұйықтау болады, яғни кішкене уақыт тұрса, яғни суыса, бізде ботқамыз қоюланады, яғни қою болады. Сұлы ботқасы дайын болды, енді оның үстіне кез келген жемістермен әсемдесеңіз болады. Менде құлпынай болды, яғни мен құлпынаймен әсемдедім. Жаңғақ қоссаңыздар болады, немесе кез келген құрғақ жемістерді қосып әсемдеп жесеңіз болады. Және ең бастысы, қолдың сары майын қосуды ұмытпаңыздар. Таңғы асқа сары май, яғни май жеген өте пайдалы. Сұлы ботқасы дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Артық салмақтан арылғыңыз келсе, онда каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнагүл, келесі видеода жолыққанша.